Кезінде керемет суда жүзіп жүрген форель ғой. Сірне болды, плов болды, манты болды. Форельдің өзі дәмді ме? Әлде осылай дәм жасауға болады ма? Мына балықтың түрін қараңдар жігіттер. Кезінде керемет суда жүзіп жүрген форель ғой. Ал бірақ қазір Сергей ресторанында біздің табағымыздың алдында тұр. Негізгі мақсат қазір біз Сергей мейрамханасына үнемі келеміз. Келген кезде әртүрлі тамаққа бір дегустация жасаймыз. Дәмін көреміз, бағасын береміз да. Өздеріңіз білесіздер. Бүрме болды, қарын бүрме болды, сірне болды, плов болды, манты болды. Даже қойдың басын да ең соңғысы утка по-пекински болған. Енді бүгін форель. Подачасы менің ойымша өте әдемі. Такой скромный екі форель. Ұзын дәу емес. Әдемі берген. Прям жеуге өте симпатично. Что, дәмін көрейік? Так, финально, достар. На вообще супер керемет салат жасалынған. Ну, как бы, рис гарнирді. Қасына берілген брокколиге. Ну, мен форельді көп жемеппін. Бірінші рет жеп отырмын. Точнее, бірінші рет осылай разбор жасап отырмын. Нереально дәмді. Вообще, жалпы, форель сонда дәмді балық қой, әлде осы жерде әдемі жасай ма? Срочно достарымызбен бөлісіп, бізге бір обратно связь берсеңіздер. Балық форельдің өзі дәмді ме? Әлде осылай дәм жасауға болады ма? Короче, ұзын сөздің қысқасы, сіздерге осы Сергейлі мейрамханасына әдеттегідей осылай далаға шығып жатқан кезде жарнамасын. Обязательно келіңіздер. Балық енді сочный, мощный, бірақ мен білуімше предзаказ жасау керек сияқты, сол үшін Instagram номерлерін қалдырып кетейін.